Тойларыңыз құтты болсын ағай. Осындай той баршаларыңызға жақсы болсын. Ер бабамыз тарихтағы нар тұлға, туған екен қоңыраттар жұртында, батырлығы аңыз болып сақталған, менің қайсар, менің асқақ ұлтымда. Тұлпарының тұяғымен басқанда, ғаламат жан ұшады екен аспанға. Елін сүйген сол алпамыз бабамыз, ерлігімен жазылыпты дастанға. Атай мен арқа төрінде батырлар келген өмірге, жеделі байдың жерінде, қоңыраттардың елінде туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Атай мен арқа төрінде батырлар келген өмірге, жеделі байдың жерінде, қоңыраттардың елінде туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Мәңгілікпен өлшенетін бағасы, бүгінгі аңыз бай бірінің баласы. Бұл ақиқат оған куә әй жұлдыз, тарих куә, куә қазақ даласы. Алып тұлға, дара тұлға, ер тұлға, бабам жайлы ән шырқайын сен тыңда. Жауларынан жеңілмеген батырдың мінезі бар біздің қазақ халқында. Атай мен арқа төрінде батырлар келген өмірге, жеделі байдың жерінде, қоңыраттардың елінде туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Атай мен арқа төрінде батырлар келген өмірге, жеделі байдың жерінде, қоңыраттардың елінде туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Келген өмірге, жеделі байдың жерінде, қоңыраттардың елінде туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Атай мен арқа төрінде батырлар келген өмірге, жеделі байдың жерінде, қоңыраттардың елінде туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Туылған батыр алпамыз, менің де бабам сенің де. Бүгін керемет күні, кереметтей Наурызды тойлауға осы біздің Мақтаарал ауданындағы Жетісай қаласындағы қаладағы мемлекеттік балабақшада келіп отырмыз. Осы балабақшаның ашылуына осы ауданымыздың әкімі, аудандық білім бөлімінің бастығы барлығы өздерінің және біз депутат қауым атсалысып осы балабақшаның ашылуына үлкен үлес қостық. Бүгінгі Наурыз мінеки кереметтей мемлекетіміздің бөліп берілген қаржысына салынған осы кереметтей ғимаратты жан-жақты ғып гүлдендіріп отырған Қатирадай балабақша меңгерушісіне үлкен рахметімді айтқым келеді. Мінеки үлкен кісілерді шақырып көргендігін білдіріп, осы балабақшаның гүлденіп өсіп жатқанын көрсетіп, Наурызды жақсылап тұрып өткізіп жатыр. Қазір мұны басталатын уақытта жақындап қалды. Балаларды қазақша үлгіде, өзіміздің ұлттық үлгіде дайындап, сахнаны керемет жасаған, қазақша үй тіккен қары, жан-жақтың бәріне демеушілер демеп, қолдау көрсетіп, осы балабақшаның өсіп өркендеуіне атсалысып жүр. Осы білікті де білімді маман Қатираның еңбегі жанып, осы жерден шыққан балдар еліне қызмет ететін, еліне елеулі болатын, халқына қалаулы болатын үлкен азамат болып өссін. Қазір мұны ұлттық енді программасында ұлтымыздың дәстүріне сай тұсаукесер, барлық дәстүрлерді көрсетуге тырысып жатыр.
осы дайындық бір айдай дайындалып жатқанын естіп жатырмын. Құдай қаласа жақсы өтеді деген сенімдемін. Алдағы уақытта тек қана осы ұжымға, осы балаларға тәрбие беріп жатқан тәрбиешілерге, барлығына мына Наурыз құтты болсын деп, Наурыздан Наурызға аман есен, жақсы көңіл күймен жете беруіне тілектеспін. Тағы да бір қосып айтып кететінім, мына елімізде үлкен жаңалық болайын деп тұр. Бұл елбасымыздың сайлауы 26 сәуір күні. Соның қарсаңында үлкен мынау бәріміз осы елбасымыздың арқасында осындай дәрежеге жетіп отырғанымызды бүкіл халық, бүкіл Қазақстан біледі. Осы сайлаудың алдында осындай керемет Наурыз ұйымдастырып жатыр балабақша ұжымы. Осы түсірілімді пайдаланып, барлық аудан халқына бірдей ат салысып, сайлауға келулеріңізге шақырамын. Алпамыс Батыр атындағы балабақша ашылғалы бері менің екі перзентім осы балабақшада келіп тәрбиеленіп жатыр. Бірі Нұрдәулет Еркебай, екінші Бегайым Еркебай. Бұлайша айтқанда алғашқы топтар деп айтуға болады осы балабақшаны тәрбиеленіп жатқан. Өте жақсы. Балдарымды өнерге тәрбиелеп, мынау ашылмай жатқан қабілеттерін ашып, оқу сызуға үйретіп жатыр. Оны біз күнделікті үйге келген кезде байқап отырамыз. Тамақтары да жақсы, жататын жайлары да жақсы. Енді оның бәрін ұйымдастырып жатқан мынау Қатираға рахмет дейміз. Біз соған ризамыз. Осы маңайда тұрғаннан кейін, біз балдарымызды осы жерге бергеннен кейін, біз осындай мәдени шараларына қатысып тұрамыз. Себебі балдарымыз өнер көрсетеді. Осындай балабақшалар көбейе берсе дейміз. Себебі мемлекетіміздің мынау дәулеттеніп бара жатқаннан кейін, осы бір белгісі, осы бір нәтижесі деп ойлаймыз енді. Мына бүгінгі мереке құтты бола берсін. Қазір балдарым өнер көрсетеді, соған келіп отырмын. Балдарым, рахмет мына сөз бергендеріңе. Мына жасап жатқан Наурыз мереке тойлары құтты болсын мына бүлдіршіндердің. Бұл бақшаға менің немерелерім келіп жатыр. Соның қызықтарын, әндерін тамашалап біраз демалуға келдік шырағым. Мені бұнда істеп жатқан басшыларға рахмет, басшысына. Тәрбиешілерге күш қуат берсін, балдар шаршамай, шалдықпай тәрбиелей берсін, жұмыстары алға жүре берсін. Біздің тілегіміз тек жақсылық қой. Заманымыз тыныш, аспанымыз ашық болсын. Мына ата-аналар көрген балдарын әкеп, тәрбиелетіп отқан балдарының қызығын көрсін, еш жаманшылық көрмесін. Әрдайым осындай тойда кездесе керек шырақтарға. Рахмет айналайын. Сондай қуанғанбыз. Бұл Жетісай қаламызда мұндай садиктар көп емес. Өте керемет, әдемі сұлу қып саған. Мына микрорайонның бала-шағасына өте керемет болған. Құда қаласа келешектерінде осы садикті бітіріп мектепке барады. Мектепке жақсы дайындалады. Садикта көп іс шаралар жасалынып жатыр балаларға. Құда қаласа мені бүгінде мейрамдап жатырмыз. Мына коллективпенен балалармен бірге осы мерекелер құтты болып, кілең мына өшірдегі жүрген балалар бақытты болсын, өссін, ойларындағы нелеріне жететін болсын, аман есен болсын айналайын. Мерекелеріңменен коллективті түгел мерекесімен бала-шағаның бәрін не қылып жатырмын, құттықтап жатырмын айналайын. Жақсы өтсін мереке. Құрметті қонақтар, бүгін міне Жетісай қаласында үлкен Алпамыс бабамыздың атында балабақша ашылғалы бірнеше іс-шаралар өтіп жатыр. Бүгін үлкен іс-шара үстіне келіп отырмыз. Мына мерейтойларыңыз құтты болсын. Қазақ хандығының 550 жылдығы, Ұлы Отан соғысы, Ұлттар достығы ассамблеясының 20 жылдығы ата заңымыздың осындай үлкен тарихи кезеңді мерекелердің қарсаңында болып жатыр. Сондықтан мерейтойларыңыз құтты болсын.
Тәрбие талбесіктен басталады деген міне кішкене балабақшадағы жас буындарымыз келешек 2050 стратегиясының бағдарламасындағы бүлдіршіндеріміз, біздің болашағымыз дендері сау болсын, бақытты өмір сүрсін. Мынау Қатира қызымыздың бастауыменен басталынып атқан ұжымға үлкен денсаулық, зор табыс тілейміз. Тойларыңыз тойға ұлассын, тек жақсылық, қуаныш болсын. Керемет мына әз наурыз айында өтіп жатыр. Мереке тағы да құтты болсын. Той құласын. Жалпы аудандық әжелер алқасының атынан сіздерге зор денсаулық, бақыт тілеймін. Ал мына қымбатты азаматтар, мына бүгінгі біздің үлкен іс-шара Алпамыс балабақшасында өтейін деп жатқан бұл тарихи оқиға десеп болады. Себебі биыл өте бір мерекелі, берекелі жыл қазақ елі үшін. Қазақ хандығының, еліміздің мемлекет болып бірігуінің 550 жылдығы. Одан кейін мына біздің мемлекеттік қазіргі конституциямыздың 20 жылдығы. Одан кейін бір тұңғыш рет мына кеңестер одағындағы еш жерде бұндай жоқ. Халықтар ассамблеясының құрылуы біздің елде ғана. Мұның да 20 жылдығы. Міне осы іс-шараны мына аудан орталығындағы Алпамыс балабақшасы үлкен ардагерлерді, қызметкерлерді шақырып, соны арнайы атап өтіп жатыр. Көптен көп рахмет. Бұл да Алпамыс балабақшасының қызметкерлерінің көрегендігі, оның басшысы Қатира қызымыздың іскерлігі. Міне осының нәтижесінде осындай іс-шараға куәгер болып отырмыз. Мереке құтты болсын. Балалар бақшасының ынтымағы күшейсін. Барлық уақытта ауызбірлігі, ынтымағы бірге болып, елімізге жас бөбектер, болашақ періштелер тәрбиелеуде үлгілі жаңағы мекеме болып, ауданның алдыңғы қатарында жүріп көріне берсін дейміз. Жақсы табыс тілейміз, қызметкерлеріне үлкен денсаулық, абырой, бедел тілейміз. Жақсылық істер мол болсын, еліміз тыныш, аман болсын. Жақсылық болсын. Жарайды. Армысыздар, құрметті ағайын. Армысың Ақбелді Дархан елім. Бүкіл әлемге береке бақыт, бейбітшілік дарытатын әз наурыз мерекесіне қош келдіңіздер.
Наурыз күн мен түннің, ыстық пен суықтың, қараңғы мен жарықтың теңелетін, жер арқасы кеңіп, күллі табиғат әлемі қайта түлейтін табиғат мерекесі. Ендеше шат-шады мен қуанышы мен жерімізге қадам басқан әз Наурыз құтты болсын. Қадірменді ағайын, бүгінгі Алпамыс Батыр балабақшасындағы мереке Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, ұлы жеңістің 70 жылдығы, ата заңымыздың 20 жылдығы мерекелер аясында тойланбақ. Су жылтырап, бүршік ашқан жас талдан, бу бұрқырап, қатып қалған тастардан, күн күркіреп, жасын ойнап аспаннан, бар тіршілік Наурыздан басталған. Алғашқы құттықтау сөзі аудан әкімі Тұрбеков Серік Ордабекұлына беріледі. Құрметті мақтаралдықтар, құрметті ата-аналар, бүлдіршіндер, ұстаздар, балабақша ұстаздары. Міне қазақ елі егемендік алып, етегін жинап, өзіне келіп, Наурыз мерекеміз жыл сайын дәстүрлі тойланып жатыр. Міне енді осы той деген өзі бір ай той, бір ай ойын дейді ғой, сол сияқты міне тойымыз жалғасып жатыр. Наурыз мерекесі біріншіден құтты болсын дейміз сіздерге. Міне екіншіден және міне осы жерде жүргізушілер айтып отыр, иә, шынында биыл осы тәуелсіздігін алғалы бері осы қазақ елін, Қазақстанды Назарбаев Нұрсұлтан Әбішев басқарғалы бері өзіміздің саясатымыз, өзіміздің бағдарламамыз, өзіміздің мемлекеттік даму бағдарламасы, мемлекеттік өсу өркендеуі өзімізге бұйырып, міне өзіміз осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Мен ойлаймын, міне елбасының арқасында үлкен саясат жүріп жатыр. 100 балабақша, 100 мектептен басталған аурухана осы саясат іске асып жатыр. Біздің ауданда міне әзірдің өзінде байқасаңыздар, міне 4 жылдың ішінде біз 36 мектеп тапсырдық. Ертең міне тағы да 37 мектеп тапсырайық деп отырмыз. 20-ға дейін 38 мектеп. Сөйтіп жалпы біздің ауданда үлкен өзгерістер болып жатыр. Одан басқа және міне мемлекеттің саясат арқасында, мынау балапан бағдарламасының арқасында ауданда әзір міне біздің балабақшаның саны, былайша айтқанда 200-ге жетіп қалды. Ол 300-ге жетіп қалды. 300-ге жетіп қалды. Ол деген мәселе әрине бұл совет дәуірінде де болмаған. Сол себептен де міне осыған үлкен көңіл бөлініп отыр. Ал енді болашақ, мемлекеттің болашағы, мемлекеттің келешегі, ол мына елбасының 2050 жылғы бағдарламасына нақты жазылған, айқындалған. Соған біз жұмыс жасап жатырмыз. Соның бір нәтижесі, мен ойлаймын, келешегі, Қазақстан келешегі, ол әрине жас ұрпақ, өсіп келе жатқан ұрпақ. Сол себептен міне балдарымыз өсіп, олар Қазақстанның 2050 жылдық құрушылар осылар болады. Осыларға жәндегі әрқашанда денсаулық дейміз. Осылар өсіп, өніп, үлкен және мемлекет қайраткері болмаса да Қазақстанның үлкен азаматы болсын деген сондай тілек айтып келген. Ал енді осы балабақшаның атын жәндегі Алпамыс деп қойғанымыз, міне Алпамыс атамыз да, бабамыз да, батырымыз да осы елге келіп, елден төрінен өзін орын алып отыр. Міне Алпамыс батырдың ескерткішінің алдында осы балабақшаның аты қойылған. Бұл балабақшаның алдында Алпамыс елді мекен аты қойылған. Міне Құда қаласа міне әзір жәндегі мынау Алпамыс спорт кешенінде, Атакентте жәндегі біздің футболистер, басқалар балдар қарасын деп, сөйге Алпамыс батырдың рухы қолдап жүрсін деп, қолдасын деп, сол жерге сондай үлкен ұран жасап жатырмыз. Ол да міне өзінің нәтижесін береді деп ойлаймыз. Сол себептен де міне осы балабақшаға біз үлгілі қылып саған балабақшамыз, басқа балабақшалар үлгі болсын. Осы балабақшаға қарап басқалар сын түзесін, сындарын түзеп,
түзеліп, осы балабақша сияқты дамысын деп ойлаймыз. Әрине, жәндегі өзін өзі келмейді, ол белгілі мүшелік ұжымның үлкен еңбегі. Сол ұжымға келешекте былайша айтқанда табыс тілейміз, творчестволық табыс тілейміз. Мына балдар ертең мектепке барғанда, енді мынау Бауыржан Момышұлындағы мектептегідей 27 медаль иегері міне былтыр Қазақстанда бірінші орын алып отыр. Осы балдар сол балдардың қатарына қосылып, сондай үлкен жетістіктерге жете берсін деп сондай тілегім бар. Ал енді мынау өздеріңізбен осы жерде қосып отқаннан кейін осы кішкентай бүлдіршіндеріміз, мен ойлаймын, осындай балабақшада өскеннен кейін, міне бірін-бірімен қарым-қатынаста болғаннан кейін, бірін-бірін танып, бірін-бірімен ойнап, білісіп, жәндегі мынау ұжым не екенін түсінеді. Бірін-бірімен қарым-қатынасы не екенін түсінеді. Адамгершілікке түсінеді, бірін-бірін сыйлау түсінеді, бірін-біріне жәндегі мынау былайша айтқанда сый-сияпат көрсетуді түсінеді деп солай ойлаймын. Сол себептен де міне үлкен бүгін Наурызға келіп отқан да сол. Құда қаласа осындай балабақшаларымыз көбейе берсін. Мынау қазақ елі, қазақтың даңқы арта берсін деп сондай тілеймін. Рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Біздің бүлдіршіндеріміз сіз сияқты ел басқаратын азамат болсын. Наурыз келді, жайран қақты таң күліп, жап-жасыл болып кетті дүние жаңғырып, жаңалыққа жаршы болған наурызым, сен өмірдің көктемісің мәңгілік. Kürekten kurkurup, yağmur yağdı sirktirip,
бағып, қас батырын қазақтың қадір тұтып, Алпамыс батыр келеді, ұран қатып. Шийтсе, Алпамыс жеңіспен келеді. Шийтсе. Сендей батыр табылмас бар әлемнен, өз рухын елге қот ала келген, күн көзіндей ортақсың бар қазаққа, 90 баулы қоңыраттан тарағанмен. Келесі құттықтау сөзі ауданымыздың құрметті азаматы, еңбек ардагері Досаев Қайырхан ағамызға, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Жолдыбаев Сейіткерім ағамызға, мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының директоры, ауыл шаруашылығы ғылымының докторы, Мақтаарал ауданының құрметті азаматы, Нұр Отан партиясы жанынан құрылған елбасымызды қолдау штабының бастығы Үмбетаев Ибадулла ағамызға, және де аудандық әйелдер кеңесінің төрайымы Керенбаева Айша апайымызға, әжелер алқасының төрайымы Қоңырбаева Айжамал апайларымызға беріледі. Yok, siz ben sonundaydım. Құрметті апай, қойшы енді.
Al құрметті көпшілік, міне өздеріңіз куә болғандай, қазақ ұлының, қазақ елінің, қазақ ұлтының мақтанышына айналған, ел қорғаны болған біздің бабамыз Алпамыс батырдың әруағына, Алпамыс батырдың атын ардақтауға арналған бүгінгі кештің куәгері болып отырсыздар. Бұл біз үшін үлкен, қазақ елі үшін оның ынтымағы бірлігін біріктірудегі үлкен атқаратын рөлі өте зор. Сондықтан да мына бүгінгі Алпамыс батыр атындағы балабақшаның мұндай үлгілі істердің ұйытқысы болып, аудан көлемінде бірінші рет осы іс-шараны қазақ хандығының, яғни қазақ мемлекетінің құрылуының өзі 550 жыл мемлекет болды. Одан кейін Қазақ Ассамблеясының, одан кейін біздің еліміздің ата заңының 20 жылдығының мерекесіне арналған іс-шараның өтуі біздер үшін әрі мақтаныш, әрі үлгі. Барлық уақытта біз оны қадір тұтып, еліміздің ынтымағы үшін, бірлігі үшін, келешегі үшін, болашағы үшін барлық уақытта біз елімізге қызмет жасап, аянбай халқымызға үлгілі өнер көрсетуіміз керек. Біздің мына Мақтаарал ауданы бұл республикадағы ең үлкен, тұңғыш үлкен аудан. Сондықтан да қандай бір жақсы бастама біздің ауданнан басталса, ол біздің ауданның еңбеккерлерінің, біздің ауданның халқының, біздің ауданның әкімшілігінің мақтанышы, әрі үлгісі. Міне сондықтан да бұл бүгінгі кеш өте үлкен іс-шара құтты болсын дейміз. Еліміз тыныш, жақсылық болсын, барлық уақытта жүзіміз жарқын болып, егеменді еліміздің алға қарай гүлдене беруіне үлесімізді қосып, соның ерікті азаматтары болып жасай берейік. Құрметті бүгінгі тойға қатысып отырған сіздер, мен де қосылып айтатыным мынау бітірген кезінде болып едік. Өте керемет балабақша, өте керемет, қуанып қалып едік. Мына балдар мына жерде рахат көреді. Бүгін одан санау қуанып жатырмыз. Мынау басшы қызымыз бірталай жұмыс істеп тастапты, көрдік айналайын коллективмен. Құдай қаласа өсетін қызым екесің, істей бер, жаман болмайсың. Ал енді ауданда мұнша балабақша ашылып жатыр, мектеп ашылып жатыр. Істеліп жатқан істің түйіршілігі жоқ. Оның барлығы да осы ауданымыздың басшылары, строительніміз отыр осы. Шын айтқанда қаншаны зданиялар салынып жатыр. Шын айтқанда мектеп салынып жатыр. Кілең қуаныш. Жаман емеспіз. Бұрын Мақтааралда мұндай жағдай болмаған. Сондықтан менің айтайын дегенім, мына бүгінгі осы өткізіп жатқан іс-шараға мыңда бір рахмет айтқым келіп отыр. Мына барлықтарыңыз қатысып отырсыздар. Мына балдарымызды көріп жатырмыз. Мұндай рахатты балалар көрген ба бұрын? Көрмеген білесіздер. Ал енді Құда қаласа осы көркейе берсін, балдарымыз өсе берсін. Осы балалар Құда қаласа ертең аудан, облыс басқаратын басшылар болып өссін. Кәтті ученый болып өссін. Мына қазіргі мына шақырылып жүрген балаларымыз. Ал қатысып отқан жігіттерге, қыздарға айтатыным, кілең жақсылықта жүріңдер, үйлеріңде той, мереке болсын. Осындай биылғы жылы мерекелік жыл болып жатыр. Шын айтқанда көп мереке, соның барлығы ауданымызды жақсы өтіп, халқымыздың кеуілін көтеріп, Құдай қаласа жақсы болып жүре берейік. Құрметті бүгінгі іс-шараға келіп отқан ата-аналар, ел басшылары, құрылысшылар, сәулетшілер, Бауыржандай ініміз Алпамысты орнынан тұрғызып, осы елге бізге танытып жатқан, шынын айту керек, Бауыржан ініміздің еңбегі өте зор. Елді мына ұжымға үлкен зор денсаулық тілеймін. Айналайын Қатира, біздің қазақтың қыздары, келіншектері, әйелдерден жігерлі, еңбекқор, намысшыл, өзінің отанын, елін, халқын, балаларын сүйетін, сондай жақсы, осындай қатарын көбейе берсін. Басқа қыз келіншектерге үлгі боласын. Құда қаласа біз өте қуанып отырмыз. Біздің елбасымыз айтқан, мына Мырзашөл бұл оңтүстіктің жүрегі. Сондықтан біздің Мақтааралда күніге бір іс-шара.
үйде отырып арасында жүріп біз өте қуаныштымыз. Себебі біздің елімізде жігерлі, өнерлі, еңбекқор жандар өте көп. Сондықтан да мына тәрбие тал бесіктен басталады деген бүгін мына балабақшада кішкентай бүлдіршіндеріміздің еңбегін көріп, соны ұйымдастыра білген, осынша халыққа танытып отырсын, біздің Жетісайдағы балабақшалардың ең алдыңғы болып, үлгісі болып жүре бер. Тек қана ұжымыңызға творчестволық жеміс тілейміз, бақытты болсын, балдар ел басқаратын, көкірегі ояу, көзі ашық жандар болып өссін. Саламатсыздар ма, құрметті бүгінгі жиынға қатысушы көпшілік. Жаңа осында ағаларымыз айтып өткендей, біздің Мақтаарал ауданында мұндай іс-шаралар бір күнде бірнеше болмасам, бір айдың ішінде 30-40-нан соңғы кездерде өтіп жатыр. Өйткені біздің Мақтаарал ауданында жаңа осында апаларымыз айтып өтті, соңғы 4-5 жылдың ішінде үлкен өзгерістер болып, осындай мынау балалар бақшасын ашу, мектеп, басқа да көптеген іс-шаралардың арасында жүргеніміз рас. Ол әрине соңғы 4-5 жылда мемлекетіміз бұрынғыдан да мынау әлеуметтік экономикалық жағдай күшейіп, оның үстіне жалпы облысымызда, ауданымызда үлкен жетістіктерге жетіп жатқанның нәтижесі деп есептеймін. Ал енді осының барлығын ұйымдастырып, соны уақытында мектеп салып, сол мектепті сапалы дер кезінде салып бітіріп, ұйымдастыру да осы аудан әкімінің жұмысының нәтижесі деп есептеймін. Ал енді мына бүгінгі балабақшасына келетін болсақ, бұл балабақша мынау мемлекеттік балабақша. Ал енді осыдан 4-5 жыл бұрын аудан әкімі, егер де естеріңізде болатын болса, облыста, даже республикада деп айтуға бірінші болып, мына жеке кәсіпкерлікпен мемлекеттік екеуі біргелесіп отырып, балабақшалар ашып, әрине оған көптеген кедергілер болды. Ал енді қазір бүгін Қазақстан бойынша осы біздің ауданның тәжірибесін алып, Қазақстан бойынша осы жүргізіліп жатыр. Кейбір аудандарда басылған да жоқ. Олар үлкен таяқ жеп жатыр. Ал енді осының барлығы біздің ауданның басшыларының көрегендігі, алдын болжау деп айтуымыз керек. Ал енді бүгін жалпы бұрын кезекте тұрған балалардың 75-80% осы балалар бақшада тәрбиеленуде. Ол не деген сөз? Ол келешекте біздің болашағымыз, біздің балаларымыз үлкен білімі терең үлкен азаматтар болып, ел басқаратын, аудан басқаратын, ары қарай шетелге барып қызмет істейтін, үлкен ғылыми инновацияға жететін азаматтар болады. Соңғы кезде қарасаңыз, елбасымыз айтып жатыр. Біздің еліміздің келешегі индустрия мен инновацияда. Осының барлығы тек қана біз мемлекеттің жалпы еліміз 30 дамыған мемлекеттің арасына қосылу үшін атқарылып жатқан жұмыс. Ал енді бұның барлығының нәтижесін біз келешекте 15, 20, 30 жылдан кейін көреміз. Осы балабақшада тәрбиелеп жатқан балалардың атқарған еңбегінің. Сондықтан сол жақсылыққа, сол жеңістерге бәріңізді жеткізсін деп мен тілеймін. Ал енді мына бүгінгі балабақшаның жұмысын алатын болсақ, аты мынау Алпамыс Батыр деп қойылған. Бұл тегін қойылмаса керек, өйткені мына жерде мына Бауыржан Оңғарбаев інімізді көріп отырмын. Бауыржан Оңғарбаев ініміз ауданымызда мынау Қазақстан Республикасы жаңадан мемлекет болып құралған кезде жаңадан аудандағы біріншілердің қатарында осы мынау іскерлік, кәсіпкерлік жұмысын бастаған еді. Міне өзі де айтады, осы каналдың бергі бетін мынау бұрынғы ПМК-дан бастап көпірге дейін соны алуға ниет білдірген, мен жігіттерге тапсырма берген, бірақ 3 айдан кейін не болды, жұмыс бастадым десем, жер аламай жүрмін әлі дейді. Өзім қолынан ертіп барып, ана жерден бастап мына қаланың әкіміне сол жерден бастап каналға дейін де қазір шешім шығарып бер, маған шешім шығарып әкел, мен жерде отырамын деп, сол шешім шығарып қолына бергенмін мен. Міне, соның барлығын ақтады. Бұл Бауыржанның мекемесінде кімдер болмады? Министрде болды, облыстың барлық басшысы болды, облысқа басшы болған барлық нәтижесі жақсы үлкен азаматты көрсетіп жатыр. Ал енді соның ішінде әлеуметтік мәселе. Көптеген іс-шараларға белсене қатысып, ауданның үлкен іс-шараларын өткізеді. Ал енді бұндай азаматтар егер де көбейсе, келешекте осы балалар бақшасында тәрбиеленген, мектепте тәрбиеленген осындай балалар болса, ауданымыз, еліміз, жалпы мемлекетіміз бұдан да бай, бұдан да әлеуметті, бұдан да үлкен жетістіктерге жетеді. Жалпы Қазақстанда осындай азаматтар көп болса. Сондықтан Бауыржан рахмет, мынау
бекер атылмаған деп ойлаймын. Сондықтан мынау жұмысыңызға табыс тілейміз. Ал енді Наурыз, одан кейін мынау мемлекетімізде барлық өтіп жатқан мерекелер, мемлекетіміздің, елдігіміздің 550 жылдығы, ұлы жеңістің 70 жылдығы, отан соғысындағы Конституцияның 20 жылдығы, Халықтар Ассамблеясының 20 жылдығы, бұның барлығы еліміздің биылғы егемендіктен кейінгі ең бір үлкен жетістіктері. Оның барлығы елбасының арқасында болып жатыр. Сондықтан осы іс-шараның бәрін өткізу біртіндеп өтіп жатыр. Оның барлығы аудан көлемінде, облыс көлемінде, республика көлемінде, бірақ оның барлығы келешекте алда дейміз. Ал енді біздің ең негізгі науқанымыз қазір мынау алдымыздағы сайлау болып тұр. Қазақстан халқы өзінің келешегін, өзінің болашағын, жалпы еліміздің болашағын таңдайын деп отыр. Сондықтан барлықтарыңызға мен жақсы келешегіңізді таңдау үшін сайлауға ат салысып, бәріміз түгел сайлауға қатысайық деген мен тілек білдірер едім. Ал енді барлықтарыңызға, үйлеріңізге бақыт, өздеріңізге денсаулық, алға қойған мақсаттарыңыз орындалып, үлкен жетістіктерге жете беруіңізді тілектеспін. Ал енді мына балабақшада кеше осында балабақшаның басшысы әдейі барып айтып еді. Көріңіз, осында мына мемлекеттік балабақша ашылып жатыр, соған біз іс-шара өткізіп жатыр едік деп. Сондықтан мына жаңағы Айжамал, Айша апайларымыз айтты ғой, өте үлкен жұмыс жүргізген екен. Сондықтан осы жерден осы аудан басқаратын, ел басқаратын, мемлекет басқаратын азаматтар тәрбиеленсін деп тілек білдіремін. Үлкен рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Алдарыңызда Алпамыс ұрпақтары әнімен дүлгі бүлдіршіндеріңізді қабыл алыңыздар. Мерекесі, халқымның ынтымағы берекесі, сан ұлттың татулығы арқасында кеңейді Қазақстан керегесі. Елім бар, достық туы желбіреген, айдарынан желескен елді көрем, достық пен ынтымаққа шақырады, ән мен жыр айтылатын енді өлең.
Біздің Алпамыс Батыр балабақшасының демеушілері, Алпамыс Батыр қорының президенті, кәсіпкер Оңғарбаев Бауыржан ағамыз бен аудандық мәслихат депутаты Темірбаева Эльмира апайымызды ортаға шақырамыз. Құрметті бүгінгі мерекеге қатысушылар, құрметті аудан басшылары, құрметті апайлар, бүгінгі күн керемет күн болып жатыр. Өйткені Наурызды тойлап жатырмыз. Бұл біздің Жетісай қаласындағы ауданымыздағы мемлекеттің ашып берген балабақшасы. Осы балабақшаны басқарып, осы балабақшаны гүлдендіріп, осындай бүлдіршіндерді тәрбиелеп отырған Қатира сіңілім. Мінекей бүгін бізге барлық жан-жақты қазақтың салт дәстүрімен бүлдіршіндерді көріп барлығымыз ырза болып отырмыз. Осындай негізгі тәрбие тал бесіктен деп айтады ғой, осы балабақшадан басталып, осындай керемет тәрбие алып, еліміздің, халқымыздың мықты азаматтары болып шығуына біз үлкен сенімдеміз. Мінекей жаңа алдымызда ағалар, апалар жақсы сөздерді айтып өтті. Бұл Қазақстан хандығының 550 жылдығы, осы еліміздің, мемлекетіміздің құрылуына байланысты, осындай жетістіктерге жетіп отырмыз. Оның барлығы осы біздің елбасымыздың бастамасы, елбасымыздың арқасы деп білеміз. Біздің ең бір үлкен жетістігіміз ол біздің еліміздің тәуелсіздігі. Осы тәуелсіздіктің арқасында осындай кереметтей Наурызды тойлап, жан-жақты өсіп өліп жатырмыз. Біздің елімізде елбасымыз бізге барлық мүмкіндікті берген. Қандай кәсіппен айналыссаң да, қалай басқарсаң да, жан-жақты өсіп өліп жатырмыз. Мінекей неден? Мынау бүгін осы жерге шақырып демеуші деп жатырсыздар. Мына осы балабақшаның ұжымына да, Қатираға да үлкен рахметімді айтпақшымын. Өйткені қарағанда көз соятын осы мемлекеттің балабақшасы деп қоймай, жан-жақтың бәрін гүлдендіріп, өсіріп, өндіріп, балдарға деген шын ықыласымен тәрбие беріп жатқан мына Қатираға үлкен сенім артып отырмыз барлығымыз. Осы сенімнен шығады деп ойлаймыз. Жан-жақты енді саяси науқан болып жатқанын өздеріңіз білесіздер. Осы саяси науқанның қарсаңында, елбасымызды сайлауының қарсаңында өткізіп отырған мерекеге жалғаса берсін, әрдайым тойға жалғасын. Бүлдіршіндердің дені сау болсын. Осындай бүлдіршіндердің тәрбиесіне қосып жатқан үлестері, ата-аналар, демеушілер көп болсын. Барлық жақсылықты тілейміз сіздерге. Бізде және өзіміздің ұжымымыздың атымыздан бізде құралақан келген жоқпыз. Осы бүлдіршіндерге ай сайын ауыстырып тұрсын деп өзіміздің ұжымның тігіп шығарған төсек жабдықтарымен бірге келдік. Сәлеметсіздер ме? Біріншіден мереке құтты болсын. Осындай үлкен іс-шаралар өтіп жатқан бірінші мына елбасымыз, президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа рахмет айтқым келеді. Мынау осындай үлкен ғимараттар соғып беріп жатыр, мектептер соғып беріп жатыр. Мынау өзіміздің ауданымыздың, облысымыздың, одан басқа біздің Қазақстан Республикасының көркейіп өсуіне президентіміз Назарбаевтың үлкен үлесі көп. Рахмет. Облыс әкіміне рахмет. Мына аудан әкімінің өзінде атап өткім келеді. Серік ағамыз келгелі бері сол кісімен бірге еріп Алпамыс Батыр бабамызда келді. Ол 1000 жылда болып жатқан нәрсе. Соны бір жанжалсыз, бір ұрыссыз Алпамыс Батыр бабамызды мына өзбектер бізге мойындады, короче, айтқанда. Үлкен Жәбір сарайы бар еді. Спорт сарайы. Соны жақында атын өзгертіп алып тастады. Ол да үлкен жетістігіміз. Мынау осындай үлкен ғимараттың алдында отырмыз қазір бәріміз. Мынау осы жерде қызмет етіп жатқан
қатера қарындасымызға рахмет. Осындай үлкен іс-шара өткізіп жатқан. Басқа да садиктерге, садиктен қалса мектептерде үлгі алса болады. Мына районының бастығы отыр ғой. Оны бағалауымыз керек. Себебі істеп жатқан іс-шаралардың бәрі жақсы. Рахмет. Енді тағы да біраз кісілерді марапаттап жіберсек па деген ниетіміз бар еді. Алпамыс Батыр бабамыздың медалімен. Жаһангер болды. Елдің бірлігі мен ынтымағын нығайтып, бабалар рухын ұлықтауға қосқан еңбегі үшін Алпамыс Батыр медалімен Үмбетаев Ибадулла марапатталады. Елдің бірлігінен ынтымағын нығайтып, бабалар рухын ұлықтауға қосқан еңбегі үшін Алпамыс Батыр медалімен Қоңырбаева Айжамал марапатталады. Еңбегі үшін Алпамыс Батыр медалімен Бапаев Қуатбек марапатталады. Сізге рахмет. Елдің бірлігімен Бидайды алып ертең ұмытып кетпеңіз, Батыр бабамызға жұмыс істеңіз. Елдің бірлігімен ынтымағын нығайтып, бабалар рухын ұлықтауға қосқан еңбегі үшін Алпамыс Батыр медалімен Исахова Несібелі марапатталады. Алпамыс Батыр балабақшасының тәрбиешісі Исахова Несібелі. Дәл осындай Алпамыс Батыр куәлігімен балабақшаның педагог-психологы Сапарова Рабиға марапатталады. Дәл осындай Алпамыс Батыр куәлігімен балабақшаның тәрбиешісі Қорғанбекова Рауан марапатталады. Батыр бабамыздың әруағын қозғап жүрміз. Біраздан бері өздеріңіз білесіздер. Мынау жаңа үлкен іс-шаралар бұдан кейін де тағы жалғасы болу керек деп өзім ойлаймын. Батыр бабамыздың әруағын қозғап жүрейік өсіп жүрген жерімізде. Сол Батыр бабамыздай ұрпақты көбейте берейік. Қыз келіншектер. Құлақ қарыз. Азыр егертіңіздер. Дендеріңізге саулық, бала-шағаларыңызға аман. Мына Серік Тұрбек ағамызға көп рахмет. Мына Батыр бабамызды осы мақтаралға әкелгеніне. Еңбегі зор, айтыңыз. Орамал дом болмайды, жол болады демекші, сізге арнаған кішкене ғана сый-сияпатыңыз қабыл алыңыз. Бейбітшілік заман болсын. Елім, жұртым, қадірлі аман болсын. Туғандай барша халық бір анадан. Достыққа берік мықты адал болсын. 70 жыл бейбіт көктем таң атқалы. 70 жыл талай күнде күн тартқанын, талай қыз содан бері қайта оралды. Талай бақ әлеміне қайта орнады. Соғыста өлгендер тек оралмайды. Тек ұрпақтар олар жайлы айтады әнді.
Иә, аспанымызда жеңіс туы желбірегеніне 70 жыл. Соғыс өрті өшіп, қайғы мұңнан арылып, бейбітшілік орнап, бақыт гүлін тергенімізге 70 жыл. Балабақша тәрбиеленушілері Алдияр мен Рауанның орындауында Катюшаның қабыл алыңыздар. Еліне арналатын тілегісін, ей ұлым отанымның тілегісін, іргесін туған елдің тіреп тұрған, қадірін атазаңның білемісің. Шалдақпадым таңмадым, армандауға жалғадым, жазуды үйтса қораным, ата дуалға заным. Өмірден әзілдіктен бақтағамын, оғым қорғалды деп шаттанамын. Өзімді жасы келер өсіп, бұл біздің атадан деп мақтанамын. Алпамыс Батыр балабақшасының кішкентай ғана ару қыздардың орындауда қазақ әні бүлдірген әнін қабыл алыңыздар. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
тану. Ұмытады мұны кім, ата салтын бабамның, алып келіп ұлыскүн. Балабақшамыздың кішкентай ғана бүлдіршіні Мерей қызымыздың тұсауын кесуге Керуенбаева Айша апайымыз бен Қоңырбаева Айжамал апайларымызды ортаға шақырамыз. Жолың болсын деселік, жолыңа нұр төсейік, жарылғасын аңынан тұсауын кесейік. Adam bolsun ayyalayın. Kes şu beni ayyalayın. Baktı olacaksın. Baktı bu. Benim. Allah jüpten atlamaydan adam ol. Mehribandı bol. Ömür жасың uzak olsun. Bir batıma kollar dursun. Kalpamız Batır babamız. Kollar durup en sağlık mutlu olsun. Elдің azamati bo'lsin. Орамал тон болмайды, жол болады дегендей, сіздерге арнаған кішкене ғана сый сияпатыңызды қабыл алыңыздар. Міне құтты болсын, бақытты болсын балам. Hoş geldin Navruzum, töllеттері. Қыр төсін жауқазынмен өрнектеді, келіп тұр сал серілер өнермен. Думанды тойда бүгін өрлеткелі. Балабақшамыздың бүлдіршіндері Аружан мен Нұриманның айтысын тамашалаңыздар.
болды зерделі. Қиын жолда халқым нелер көрмеді, хандығымның 550 жылдығын тойламақпыз, көр ағайын, кел бері. Алдарыңызда хат пен тазша бала көрінсі. Ертеде бір хан халқына жар шақыртты. Кім, менің алдыма келіп, кідірмей, өтіріп өлең айтса, солай адамға ат басына алтындар уәзір етем. Бірақ бір сертім бар, өлең есінде бір ауыз, рас сөз қосылса, дарға татамын. Тақсыр, жарлығыңызды естіп, өтірік өлең айтқалы келіп тұрмын. Айта алмасам, обалым өзіме рұқсат етіңіз. Ал ендесі сөйлей ғой. 3 жаста мергеншілік кәсіп қылдым. Ши оқпен мың құланды атып қырдым. Ауынан көрмекшінің кілем тоқып, ұялмай 100 тұзақтан сатып тұрдым. Масаның сілекейін желі қылдым. Шымшықтың жұмыртқасын келі қылдым. Қамыстан 8 қабат үй істедіп, жонынан шегіткенін көген тілдім. Жарайсың, түбінен мұның қолынан үлкен іс келеді. Бүгіннен бастап менің өзім боласың. Мен алдармын, сақалым болса талдармын. Сақалым түгіл мұртта жоқ, сайтанды да алдармын. Даттақсыр, жарлығыңызды естіп, келіп тұрған жайым бар. Уалдеке, сіз кешіктіңіз, уәзірлікті мен алдым. Дауыңыз болса, бүгінгі мерекеде көш сынасып, көңіл көтерейік. Балалар, келіңдер, алдармен ойын ойнайық. Қара күш иесі екенсіз ғой, жарайсыз. Олай болса, мына халыққа өз өнерімізді көрсетейік. Балалар, келіңдер, би билейміз. Раулан, бізге алыстан тағы бір қонақ келе жатқан секілді ғой. Бұл Қыдырата емес пе? Амансыңдар ма қарақтарым? Осы жерде наурыз тойы тойланып жатыр деген соң, сендерді ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен құттықтап ақ батамды берейін деп келдім. Той жылы құтты болсын, жер бетінде жұғымды болсын, береке бақыт әкелсін. Рахмет сізге, Қыдырата. Әрқашан ұрпағымызды қолдан қорғап жүрерміз. Қариялар халқымның кемеңгері, ақылы тастан дария ежелдері, наурыз бата сұрайық Қыдыратамыздан, ақ батасын жаудырсын тереңдегі. Ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, қайда барса да жол болсын. Ұлыс бақты болсын, төрт түлік асты болсын. Ұлыс береке берсін, бәле жаңа жерге енсін. Әумин.
наурызым, ортаймасын ырысың. Тәуелсіздік және өзің тынысым, жалғастырып ұрпақтарды ұрпаққа, шаттық әкел, сәнге бөліп ел үшін. Біздің балабақшамыздың демеушісі Темірбаева Эльмира апай, ортаға келуіңізді өтінеміз. Сізге арнаған кішігірім ғана сыйыңыз бар еді, соны қабыл. Әрқашан осылай балабақшаның бүлдіршіндерін қолдап жүре беріңіз. Құтты болсын беу-жұрттың наурыз тойы, орындалсын халқының арман ойы, құт береке әкеліп қой жылымыз, еліміздің ұласын тойға тойы. Гүлдер тобының тәрбиеленушісі Ұлжанның орындауында қазақ ел әнін қабыл алыңыздар.
Tarixi tağılımı mol мерекелер аясында ұйымдастырылған Наурыз думанымызды сіздерге шат-шадыман қуаныш тілей отырып аяқтаймыз. Ұлыс оң болсын, Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын, нұрлы жолда еліміздің нұры тассын. Құрметті ата-аналар, сіздерге арналған дастарханыңыздар балабақшамыздың сол жақ бөлмесінде төрлетіңіздер. Бүгінгі біздің іс-шарамыздың өткізілу барысы осы бүгінгі 15 сәуір күні Алпамыс Батыр Бөбекжай балабақшасында күннің суытып кетуіне байланысты Наурыз мерекесін енді өткізгелі отырмыз. Наурыз мерекесі аясында Қазақ хандығының 550 жылдығы, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 жылдығы, Ұлы жеңістің 70 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығына орай өткізілетін мерекелік іс-шарамыз. Міне көріп жатырсыздар, небары қыркүйек айында ашылған, осында жетістікке жетіп отырмыз. Білім бөлімінің бұйрығыменен 20 ақпан күні статус алдық. Көп тілдікке баулу деген 3 тілді өткізіліп жатыр бүгінгі таңда бүлдіршіндеріміз. Орыс тілі, ағылшын тілі және өзіміздің ана тіліміз. Біздің мұнан бүгін Мақтаарал ауданында Алпамыс Батыр бабамыздың балабақшасында үлкен іс-шара өтіп жатыр. Ол жалғыз бүткіл аудан емес, бүткіл облыс емес, бүткіл республикаға көрсетіп мақтанатындай іс-шаралар өтіп жатыр. Бұның бәрі айланып келгенде елбасымыз, президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында, облыс әкімі Асқар Мырзахметов мырзаның арқасында, Мақтаарал ауданының әкімі Серік Тұрбек мырзаның арқасында, жаңа өзіміздің тарихымызды қозғап жатқан президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа мың алғыс. Тарихымыз қозғалғалы бері Мақтаарал ауданына Алпамыс Батыр ауылы берілді. Алпамыс Батыр мәдени спорт кешені ашылды. Алпамыс Батыр бабамыздың мініп жүрген уақытысында аты болған Байшұбар деген. Байшұбар атындағы ипподром ашылайын деп жатыр, Құда қаласа. Ескерткіш орнатылды ауданға. Мына үлкен балабақша орнатылды. Және тағы да басқа іс-шаралар өткізіле береді. Мынау осы садиктің басшысы Қатира қарындасымызға да көп рахметімізді айтқымыз келеді. Себебі осы ауызбіршілік пен татулықтың арқасында болып жатқан іс-шара. Осыны демеп жүрген кісілерге рахмет. Қатираны қарамағындағы іскер жұмысшыларының арқасына да рахметін айтқымыз келеді. Себебі бұл садикке деген елдің, жұрттың,
аудандағы үлкен кісілердің де көзқарастарының бәрі жақсы екенін білдіргіміз келеді. Жаңа бұл Қатира қарындасымызды күнде азаннан кешке дейін мақтай берсек те жарасады. Өзінің іскерлігімен осындай үлкен іс-шараны өткізіп жүрген. 5 айдың ішінде үлкен іс-шаралар істелінген бұл садикте. Ішіне кірсең, себебі кішкентай бүлдіршіндердің өзі садикке келсе, үйінен қашып осы садикке келгісі кеп тұрады. Неге? Сол садиктің мықтылығының арқасында, жақсының. Бұл кішкентай бүлдіршіндер бергі курортқа келгенде келеді. Қуанып келеді. Сол айтпақшы, бәрі үлкен кісілерге, ақсақалдарымызға да рахмет. Осы ауданды гүлдендіруге үлкен үлестерін қосқан. Сол айтпақшы, барлығыңызға дендеріңіз сау, бала-шағаларыңыз аман болсын демекшімін. Мына біздің Алпамыс Батыр бабамыздың ескерткішінің қасында үлкен әріптермен жазулы тұр. Оны Қайытназар Айтпенов көкеміздің қыздары жазған. Батыр рухы, ұлттың рухы, жадыңнан еш тастама, ер мүсіні жас ұрпаққа жігер берер бастама. Ұлы баба ескерткіші маңынан сен өткенде, атыңнан түс, тағзым жаса, баба рухын аттама. Сол айтпақшы, барлығыңызға жақсылық, денсаулық, аманшылық тілеймін. Рахмет. Шөл мекенедің арнамыстың, күәсең ерліктермен арпалыстың. Төсіңде ізі қалған байшұбардың, ерлігі аңыз болған, ерлігі аңыз болған Алпамыстың. Егемен еркін шағында, батырлық дәстүр жадында, бүгінгі бейбіт ұрпақтың Алпамыс туы қолында, Алпамыс батыр ұрпағы бүгінде көкке шырқады. Бұл істі божбан бауыржан дәлелдеп әне тұр тағы. Алпамыс ерлігінен қанаттанып, ұрпағы іс-аттарды талаптанып, қарашы елім қойған ескерткішке, кетердей дұшпанына әні аттанып. Егемен еркін шағында, батырлық дәстүр жадында, бүгінгі бейбіт ұрпақтың Алпамыс туы қолында. Алпамыс батыр ұрпағы бүгінде көкке шырқады. Бұл істі божбан бауыржан дәлелдеп әне тұр тағы. Алпамыстың божбан елі бірігіп бабар уағын қозғап еді. Баршаға өнегетті батырлықты, ежелден бірлігімен озған еді. Егемен еркін